менің практикамда, тәжірибемде 52 әйел бала көтерді, 55 бала дүниеге келді, тектілік мәдениетті оянбау үшін. Ата-бабаларын ұмыту үшін, шежірені білмеу үшін. Атамның әкесі соғысқа барды, ал олардың әкелері ашаршылық заманын кешірді бастан. Ол бізге қалай әсер етеді? Жалпы коллективті тұрғыдан қазақ халқына қалай әсер етеді? Мұрат Әуезовтың мынандай сөзі бар. Потомки тех родов, кто пережил Голодомор, до 7-го колена будут испытывать чувство голода. Мен соғысымен келісемін. Ашаршылық кезінде өз балаларын жеген адамдардың ұрпақтары да келді ғой. Хабар ошарсыз кеткен ата-бабаларымыздың ұрпақтары маған кеңес келгенде, мен соны зерттей бастадым. Бұл ұрпақтарына қалай әсер береді екен? 80 жыл мен кейде көз жасымды ұстай алмаймын. Оларға ешкім көңіл айтқан жоқ. Пандемия қалай әсер етеді? Теріс бата дейді, ақ бата дейді. Осы туралы не айтасыз? Достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге біздің Жетпісон және оның жүргізушісі мен Зарина Қайратқызы Бойымбаева. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның белгілі тектанушысы, Орталық Азиядағы тектанудан дәріскер ұстаз Әлия Нұрпаевна. Бүгін бізбен бірге қонақта. Әлия ханым, қош келдіңіз. Қош келдік. Рахмет сізге уақытыңызды бөліп, осылай бізге келіп, бүгін осындай бір сапалы контент жазуға мүмкіндік беріп отырғаныңызға. Енді ақырын өзіңізді таныстырудан бастасаңыз. Енді жаңа айтып кеттіңіз. Міне биыл 20 жыл болады. Мен осы салада жүргеніме, кезінде өз-өзімді іздегенде, мен кім екемін, Абай бабамыз айтқандай, мен қандай кірпішпін, қай жерге қалануым керек дегенде, осы родология әдісін тауып, сол родология әдісі бойынша берген тәсілдерді өз-өзіме қолданғанда, өзгерістерімді байқадым, нәтижеге жете бастадым. Әсіресе сол о кезде мен түсініп жүргем, 20 ғасырда бүкіл қазақ еліміздің басынан ата-бабаларымыз қандай қиын заман болды. Соның бәрі генетика жағынан қарасақ, әлі күнге дейін ұрпақтарға әсер береді екен. Оны мысалы медиктер жақсы біледі. Синдром посттравматического расстройства дейді. Соның бәрін өзім түсінгенде, менің неге сондай кейбір қорқыныштарым бар, неге мен кейбір үрейлерім бар, неге мақсат қойсам соған жете алмаймын, неге мысалы сол кезде мен билікке керемет енді конфронтация көзімен қарайтынмын, өзім үшін оқып алдым да. Яғни өзіңізді танудан бастап, өзімді танудан бастап оқып алдым да, сосын кейін өзімнің өзгерісімді байқағанда, көзқарасымды, эмоцияларымды, ізденген адам, дамыған адам ең біріншіден соны байқалу керек. Адамның былай жалпы айтқанда ішкі дүниесі дейді ғой. Сол өзгерістер басталғанда, сосын кейін енді бұл кісінің әдісі бойынша біз ата-бабаларымыздың 20 ғасырда тұрған өмірлерінде талқылаймыз, дәлелдейміз. Біз қазбаламаймыз, оларды кінәламаймыз, сөкпейміз. Сонда мен түсіне бастадым, әсіресе репрессияға кергенде, қуғын-сүргінге, ашаршылықтың темасына ақырындап назарды аудара бастағанда, бұл менің халқыма, еліме керек екенін түсіндім. Сосын кейін толық оқып алдым да, сол 2006 жылдан бастап, ақырындап кеңес бере бастадым. Әртүрлі сұрақтармен адамдар маған келіп тұрды. Солай дамый бердік. Бұл ғылыми әдіс Валерий Васильевич Докучаев, сол осы әдістің авторының бірі, о кісі өзі физик-математик болған, физика-математика ғылымының кандидаты, ұстаз болған. Жұбайы Лариса Николаевна Докучаева философия ғылымының кандидаты. Ресейдің ғалымдары. Бұлар енді былай қарасаңыз қандай жаңалық кіргізді. Әрбір ғылым өзі солай дамиды. Бір основасы, тамыры болады. Соның үстіне сол заманға сай жаңа көзқарас, басқа ғылымдар, басқа дамып жатқан ғылымдардың көзқарасын кіргізеді. Сосын кейін енді адамдардың мінез құлқын зерттей бастап, сонымен осы ғылымын родология деп атап кетті. Бұл Ресейде сол 90 жылдардан бастап дамып келе жатыр. Ал бірақ та осы Қазақстанға келгенде о кісі 14 жыл сабақ берді.
Тек қана Астана қаласында, 1-2 рет Алматыда болды. Сосын кейін бұл кісі 6 жыл болды марқұм, о дүниелік. Бұл кісі марқұм болғаннан кейін мен өзім сабақ бере бастадым. Лариса Николаевна айтты, менің шамам келмейді деді, енді барып келіп сабақ беруге. Мен 2 тілде жүргізе бастадым, орысша да, қазақша да. Себебі мен ең маңызды жасаған қорытындым, мына қазір енді психологияны бәріміз білеміз, бізде шүкір қазір психологтар көбейіп келе жатыр, оларды оқып жатыр. Психологияның өзінің көп бағыты бар, 500-ден артық бағыттары бар. Кейбіреулері біздің Қазақстанда жақсы дамыған, кейбіреулері енді ғана кіріп дамып жатыр. Бірақ та мен түсінгенім, психология ол мысалы бізде де бар, Ресейде де бар, Батыс Европада, Америкада, оның мықты өздерінің міне кімдерді білеміз ғой, Фрейд бар, басқаларды да білеміз, қазірде ол әлемге танымал, басқаларды дамытып жатыр. Біздің сонда психологтар солардың енді әдістерін, тәсілдерін, солардың инструменттерін алады екен де, қолданады екен. Бірақ та біз қазақпыз. Біздің өзіміздің көзқарасымыз бар. Біздің өзіміздің қалыптасқан менталитетіміз бар. Біздің өзіміздің салт дәстүріміз бар. Біздің өзіміздің ұғымымыз бар. Сол кезде мен өзім ұстаз болғандықтан, мен себебі Семейдегі кезіндегі Крупский атындағы педагогиялық институтты бітіргем, әрине психологияны оқығам. Енді ұстаз болғаннан кейін? Мектепте 15 жыл жұмыс істедім. Мен сол жерде өзім үшін түсінгенім, адамға психологиялық көмектейікші жалпы, немесе қазір тренинг дейді, вебинарға барғанда, біз сонда тренер дейміз бе, психолог дейміз бе, психотерапевт дейміз бе, олар түсініп отыру керек екен, қандай ортаға келді. Бұның ұлты кім? Бұлардың көзқарасы қандай? Мысалы, кейбір адамдар Аллаға сенеді, кейбіреулер сенбейді, атеисттер. Ол да адамға өз өміріне әсер береді. Сондықтан мен осы міне 20 жыл осы радиологияның әдісін біздің қазақтың жалпы түркі тілдес елдердің көзқарасына, менталитетіне бейімділігін жасай бастадым. Әрбір ұлттың сол өзінің ерекшеліктеріне назар аудару керек екен. Ол ұлттарға мысалы түсіндіру керек ең біріншіден. Текті не үшін білу керек. Бірақ бізде енді деген қазақ деген тегін бұрыннан білген ғой. Текті не үшін білу керек. Ата бабаларды не үшін ұмытпау керек. Сондықтан басқа ұлттарға біз соны түсіндіреміз. Ал қазақ, қырғыз, башқұрт, ноғайлар, татарларға, мысалы өзбектерге ол жағын түсіндіріп керегі жоқ. Себебі біздің уже жадымызда, біздің қанымызға, сүйегімізге, тәнімізге ол сіңген ұғым. Ата бабаларды білу керек. Ал екінші бағыты, сондықтан енді қазір 20 ғасырда неше түрлі әлеуметтік дағдарыстар, катаклизмдар болғанның арқасында оқиғалар болды. Совет өкіметінің идеологиясының көзқарасы басқа болды. Бұны феодализмнің атавизмі деді. Алла жоқ, дін жоқ, салт дәстүрлеріміз бәрі бұлар керек жоқ деп. Сондықтан біз жоғалта бастадық. Бірақ та Аллаға шүкір, біз толық жоғалтқан жоқпыз. Біздің гендік жадымызда сол біздің тектілік мәдениетіміз, рухымыз сақталып қалды. Ал сондықтан соны қалай жаңғырту керек, қалай ояту керек. Себебі 20 ғасырдағы бағанаға айтып кеткен барлық оқиғалар біздің халқымыздың қатты қорқыныш пайда болды. Қатты үрей пайда болды. Өз-өзімізді көрсетуге қорқтық, тілімізден айырыла бастадық. Себебі Совет өкіметінің саясаты сондай болды. Орыс тілін білмесең, адам болмайсың. Бұл қазіргі маркетингді айтады ғой, слоган дейме? Вот сондай ұран сияқылды болды. Ұран сөз ғой. Ұран сияқылды болды. Сондықтан ол да біздің уже әке-шешелеріміздің, ата-бабаларымыздың ұғымына сіңіп қалған. Сондықтан менің сол ең бірінші мақсатым, біз мемлекет ретінде, тәуелсіз мемлекет ретінде, қазақ ретінде сол біз мықты халық болғанбыз. Басқа халықтар да мықты болды, бірақ та біз өз-өзімізді ойлауымыз керек. Сол барлық
рухымызды қалай жаңғыртуымыз керек, біздің сол рухани байлығымызды, біздің сол түбімізде жадымызда жатқан барлық жақсылығымызды оятып, соны қалай қолдануға болады. Ал екінші бағыт сол текке анализ жасап, талқылап, адамға қалай психологиялық көмек беру керек. Сондықтан бұл родология, мен оны осыдан көп жыл бұрын қазақ тіліне аударуға мәжбүр болдым. Себебі родология дегенде әсіресе қазақтар түсінбей сұрайтын: роды принимаете? Род деген сөз ассоциацияны көріп тұрсыз ғой қандай екен. Сосын кейін ойлана бастадым, қазақша қалай аударсақ болады екен. Шежіре тану деп аудара алмаймын, шежіре деген бізде бар. Мысалы жеті ата деп, ол уже ежелгі заманнан бізге қалыптасқан ұғым. Сондықтан біраз үлкен зиялы қауым ер азаматтармен ақылдасып, сонда біз род деген орыстың қазақтың аналогын іздей бастадық. Шежіре келеме, жеті ата келеме, сонда соның ішінде тек деген сөз, мына тура сол род дегенне аударғанда текті тану. Родология себебі род деген ол тек, логос деген ол грек тілінен аударса білім. Сондықтан тек тану деп 2012-2013 жылдан бастап қолдана бастадым. Текті тану, текті білу. Міне қысқаша енді халықта оны былай жылы қабылдай бастады. Жылы қабылдай, себебі қазақтарға, қырғыздарда олар бірақта кішкене ұзақтау тек тану деп етеді. Татарларда өздерінің басқа, олар көбінесе нәселе дегенді қолданады екен. Мысалы башқұрттар оларда шежіре дейді, қырғыздар санжыра дейді. Ал міне енді Ташкентке барып тұрсақ, көреміз, ана жол іздей бастадық, қандай сөз, біреу былай деді, біреу былай деді. Енді уақыт көрсетеді, мүмкін оларында сондай бір нақты род деген сөзді өз тіліне аударатын ұғым бар шығар. Бірақ дегенмен, мәселен сіз жаңағы тек тану деп жатқан кезде, менің мысалы көз алдымдағы кәдімгідей шежіремен бір байланыс бар да. Өйткені мен бала кезімде атам, анамның әкесі өзінің жаңағы алдына отырғыз қойып, шежіре кітабын ашып қоятын. Ол кезде енді былай шалып қарасақ, көптеген үйде өзінің шежіресін жазып отыратын. Өйткені ұрпақтан ұрпаққа, әсіресе ұлдан ұлға беріп отыратын. Мынау сенің атаң осындай болған, мына екінші атаң, үшінші атаң, жетінші атаң осындай болған деп. Сен соған қарап, мысалы менің өзім бала кезімде сол аталарыма қарап, мына атам мықты болған екен. Бір рух пайда болады. Дұрыс айтасыз. Сондықтан жаңағы тегін білген, бала тегін танып өсу керек қой. Тегін танып өсу керек. Себебі мына психологияда мынандай ұғым бар біздің әдісімізде, қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып дейді. Устойчивые модели поведения дейді. Сондықтан әрбір бала отбасында тәрбиеленгенде, әсіресе бала кезімізде бізге айтады: бізді көршіге ұқсатпайды ғой, мен кейде сөйтіп қалжыңдаймын. Тек қана өзінің туыстарына. Қараш, мынаның тұрысы атасына ұқсайды, мынаның мінезі шешесінен аумай кетіпті. Сондықтан бізді бала кезімізден туған туыстарымыз, әке шешелеріміз әйтеу бір туысымызға келіп сәйкестендіреді. Міне соны қазір психология пайдаланып, психогенетика деп аталады. Оны тағы мына тыңдармандарға түсіндіріп кетейін. Бұл родология тек тану әдісі, орысша айтқанда бұл междисциплинарная отрасль знаний. Бұл бірнеше саланы қамтиды. Физика, Валерий Васильевич физик болды ғой. Генеалогия ол шежіреміз ғой. Содан кейін психология, антропология, культурология, этнография қиылысында пайда болған қазіргі жаңа бағыт. Ғылыми бағыт деп өзімізді санаймыз. Себебі тек туралы айтқанда, род деп айтқанда, кейбір адамдар ойлайды, біз көріп келіміз деп. Біз бір нәрсені болжайды деп. Сондықтан оны да мен айта кетейік, көріп келдікке ешқандай біздің қатынасымыз жоқ. Көріп кел емес, біз экстрасенс емес, біз ештеңені көрмейміз. Біз тек қана ғылыми бағыт бойынша, психология бойынша адаммен жұмыс атқарамыз. Сосын кейін тағы кейбір айтады: ой, оны неменеге тиісесіңдер, аруақты қозғамаңдар, қазбаламаңдар деп. Ондай да ұғым бар. Ол жерде де мен мынандай түсініктеме беремін: біз еш нәрсені қазбаламаймыз, біз қозғамаймыз,
аруақтарға біздің қатынасымыз жоқ. Біз әрбір бізге біздің әдісімізді түсінген, өзінің бір мәселесін шешкісі келген адамға түсіндіреміз. Біз қазір анализ жасаймыз, талқылаймыз. Себебі қазақта міне мынандай ұғым бар: тұқым қуалаушылық. Орыс тілінде оны наследственность дейді. Тұқымына тартпай қоймайды дейді. Это фактор наследственности. Сондықтан біз көршіге ұқсамаймыз, тағы да қалжыңдап айта кетейін. Біз айту бір мінезімізбен анамызға, бір әдет ғұрпымызбен әкемізге, ата-бабаларымызға ұқсаймыз. Оның ішінде былай жалпы тілмен айтқанда тиімді, жағымды да мінез құлықтар бар, тиімсіз де, жағымсыз да. Әдіс біздің кәсіби тілде айтқанда эффективные модели поведения и неэффективные модели поведения. Мысалы, посткеңестік дәуірдегі көп адамдарға көп қорқыныш бойларында бар. Мысалы, биліктен қорқады, кәсібін ашуды қорқады, балалары үшін қорқады, туған туыстары үшін қорқады. Бұл уже ғылымдар, психология ғылымы дәлелдеген. Себебі Совет кеңесі қираған кезде МГУ факультеті арқылы батыс психологтар Совет елдерін зерттей бастаған. Сонда біздің адамға көп эмоцияларымыз бар ғой. Соның ішінде қорқыныш, үрей 80% орын алып отыр. Сондықтан біздің өмірге көбіміздің қараған қорқыныш арқылы біз анализ жасаймыз. Мұнда баруға болмайды. Мынау қалай болып қалады? Ал бірақта қорққан адам, әсіресе әйел неден қорқады? Ол ерте ме кеш пе орындалатын нәрсе. Неден қорқамыз? Біз соған тап боламыз ғой. Психологияда да айтады ғой оны. Сондықтан психологтар сол қалай айырылу жолын көрсетеді ғой. Тіпті бір мақсатқа жетпеу, тағы да басқа. Мысалы, біздің қоғамда отбасы құра алмай жүргендер өте көп. Мысалы, тағы мынандай күрделі мәселе бар. Қазір шамамен 30-35% отбасылар бедеулік диагнозы. Соның бәрін біздің әдісіміз бойынша да шешуге болады. Сондықтан біз соның жолын көрсетеміз. Ал ол үшін бұл қорқыныш, үрей, бұл жағымсыз, тиімсіз эмоциялар кімнен келді? Соны дәлелдейміз. Осы жерде бір мысал келтіріп келе. Мысал келтірсек, енді міне жаңағы бедеуліктің мысалын келтірейін. Маған осы бедеулік проблемасымен 65 әйел осы 20 жылда менің кеңесіме келді. Ішінде 2 ер азамат болды. Мен осы бір жағынан кейбір адамдар мені қазір ғылым дейді. Мен ғылым емеспін, ғалым емес, бірақ мен практикпін. Бірақ та мен жинастыра бастаймын, анализ жасаймын, статистика жинай бастаймын. Сонда менің анализім бойынша қандай проблемалар сол бедеулікпен келген әйелдерде қандай қорқыныш үрейлер бар екен, соған анализ жасай бастадым ғой. Сонда генограмма деген біздің сызбамыз бар. Оның айта кетейін. Шежіреде, біздің қазақтың шежіресі, қырғыздардың санжырасында тек қана ер азамат, біздің әке жағымыз 7 атаға дейін, кейбіреулер 9 ата дейді. Мысалы, якут сақалар 9 атаны ұстау керек екен. Мен біздің шежіреде 23 ата тұрған. Жоқ, білуіміз керек. Мысалы, шеше мен иңғыштар, олар әке жағынан 9 бабаны білу керек, нағашылар жағынан 5. Сол бұйындар өткеннен кейін бір-бірімізбен отбасына құрастыра аламыз ғой, сол үшін ғой. Біздің ата-бабаларымыз мықты генетик болған ғой, тазалық үшін. Ал мына генограмма, біздің сызбамыз шежіре деп аталмайды, генограмма деп аталады. Бұл генограмма 20 ғасырда Европаның психотерапевтары кіргізген. Ол генограмманы сызғанда әке жағымыз да кіреді, нағашыларымыз да кіреді. Анамыз, нағашы атамыз, әжеміз, соңын барлық әйелдерде. Себебі табиғат бойынша 23 хромосомамыз әкемізден келді, 23 хромосомамыз анамыздан келді. Сондықтан біз міне сол 46 хромосомадан жаратылған мына тұлғамыз, адамыз, тіршілік иесіміз. Бірақ та генограммада 7 атасын білмесе, ол ереже емес, нақты ереже емес. 3-4 ұрпақты білсе, сол адамның мәселесін шешу үшін жеткілікті. Сонда сол бедеулік проблемамен келгенде мен сыза бастаймын ғой. Аналармен не болды, әжелермен, жалпы әйел адамдармен қандай может ауруға шалдықты,
бәрі де бала көтерген, әйтпесе ана әйел маған келмейді ғой. Себебі оны анасы туды, анасын әжесі туды деген сияқылды, бәрі бала көтерген балалары болған. Бірақ та 20 ғасырда сол жаңағы әлеуметтік катаклизм болғанда, ол кезде медицинада дамығамаған кезі, анда мында біздің сорлы халқымыз қашып жүргенде, біздің әжелеріміз, аталарымыз, кейбір жақта арғы аталарымыз бен арғы әжелеріміз көп балаларынан айырылған. 9 баладан айырылды, 7 баладан, 3 баладан. Бір оқиға есімде қалыпты. Әжесі, ол как раз ашаршылық кезі, күйеуі қайтыс болған, 5 баласымен қалған. Тамақ табам деп бір жаққа кеткенге, сол жерде әгі індет дейді ғой, оспа ма, сондай чума ма бір нәрсе болыпты. По-моему, Қызылорда жақта ғой деймін. Келсе, 5 баласы өліп кеткен. Сол ауырған ғой, ана кісі бір 2-3 күн. Міне сонда адам деген енді қандай оның қуаты болу керек, қандай күші, соғанда қарамастай, ана кісі 2-ші рет күйеуге шыққан, баласы болған. Міне сонда маған немересі келіп отыр. Сонда әлі баласы жоқ болғанда, сонда гендік жадында қалған қорқыныш. Балам болса, менің балам өліп қалама деп қорқамын. Міне сонда қазақтарда, басқа ұлттарда білмедім, 80% жаңағы бедеулік проблемасын келген әйелдердің тектерінде қандай оқиғалар болған? Әжелері, аналары балаларынан айырылған. Түрлі себептермен, жаңағы соғыс бар, психологиялық себебі, ашаршылық бар. Сол, ол ментальдық себебі сол, рухани себебі сол. Сонда біздің әдісіміз бойынша біз сол первопричина дейді ғой, сол түпте жатқан себеппен жұмыс істейміз. Сонымен жұмыс істегенде, ол әженің өмірінде болған ғой. Сен сондықтан басқа адамсың. Біз әжемізді ол үшін кінәламаймыз, сөкпейміз, жазғырмаймыз. Оның өмірі сондай болды, жағдайы, заман сондай болды, ал адам өз-өзін бағдарлай алатын тіршілік иесі. Валерий Васильевич қалжыңдайтын, человек самопрограммирующее существо. Біз өзімізге қандай ұстаным береміз, біз соған сенім арқылы сондай нәтижеге келеміз. Сондықтан менің әжемнен айырмашылығым, менің барлық балаларым аман есен, дендері сау, өмірлері ұзақ. Сосын келесі, балаларының өмірлері ұзақ болған ана, ол бақытты ана. Сонда соны түсініп, мен бақытты анамын. Балам үшін контроль болмасын, мен балалар үшін жаным, мысалы, тоқ, мен оларға сеніміндімін деп, сол әйелдер өз-өзімен жұмыс істегенде, менің практикамда, тәжірибемде 52 әйел бала көтерді, 55 бала дүниеге келді, егіздерде бар. Міне қазір бір келіншек 9 жыл бала көтермепті, барлық тектегі себептерін таптық. Кейбір себептері, мысалы, әжелері босанған кезінде өтінелік болып кетті ме? Мысалы, енді біз жаңағы далада тұрдық. Медицина ол кезде дамымаған. Мысалы, әйелдер 20 құрсаққа дейін көтерген, оның ішінде бір 10 дүниеге келеді. Болмаса 10 құрсақтың ішінен 5-еуі келеді, 5-еуі шетінеп кететін. Сонда бұның барлығы әсер етіп отыр ғой? Барлығы әсер етіп отыр. Сол ана қазір аяғы ауыр, маған емес, маған жіберген кісіге айтады екен, ешкімге айтпаңыз. Сіз Әлия Нұрпаевнаға айтыңыз. Енді ол ешкім білмесін, көз деген ондай да бізде сенім бар. Сонымен енді қазір тілеп жүрмін, енді Алла тағала нәсіп етіп, балалы болсын деп. Аман есен дүниеге бұл сосын тағы біздің тыңдармандарымыз түсініп отыр. Біз неге ата-бабаларға, мына 3-4 буынға назар аударамыз? Бұны генетиктер зерттеді. Міне жаңағы айттым ғой, бізде ұғым бар, тұқым қуалаушылық деген. Сондықтан бұл тұқымын қуалаған, бұл сол сөйтіп анаған тартып кеткен деп біздің қазақтар бұрыннан айтатын. Ал қазір генетиктер зерттеп жатыр. Генетика ғылым ретінде 20 ғасырда ғана дами бастаған. Бірақ та оған дейін рұқсат бермеді ғой? Ол батыста қатты дамыды. Батыс елдерінде, бізде Сталин барлық генетиктерді репрессияға ұшыратты ғой. Қазір түсінем не үшін? Тектілік мәдениетті оянбау үшін, ата-бабаларын ұмыту үшін, шежірені білмеу үшін.
Мен ойымша солай. Генетиктерді бірінші 30-шы жылдары, соның 48-шы жылдары генетиктер қатты репрессияға ұшырады ғой. Ал қазір сол генетиктердің зерттегені бойынша, соның ішінде Тимофей Фрисовский деген мықты генетик болған. Ол кісі Карлахта отырған, ес ақылынан айырылған, бірақ та Американы біз жеңуіміз керек деген кезде Сталин сол түрмеде отырған ғылымдарды шақырып, ол кісі ес ақылына келіп, көп сондай генетикалық ғылымда өзін көп жұмыстарын жасаған. Валерий Васильевич сол кісінің бәр жұмыстарын оқып, дәлелдеп, батыста Марбара Марк Кликток деген америкалық цитогенетик 82-ші жылы Нобель премиясына ие болды. Геномды ашқан үшін. Геном факторын. Сонда қорытындысы, генетиктердің екі мықты қорытындысы бар. Біріншісі, қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып, 3-4 ұрпақ анық түрде көрінеді, білінеді. Себебі біз әке-шешемізді білеміз, көбінесе ата-әжемізді, олар туралы бізге айтады, олар бізге жақын буындар ғой. Эмоционалды барлық тұрғыдан. Сондықтан қазір фотоларында көреміз, олар бізге жақын. Ал не бізге жақын, ол әрине бізге қатты әсер береді ғой. Екінші қорытындысы, сол қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып, ортаға бір ұрпақтан кейін тастап, белсенді түрде көрінеді, білінеді. Негізі тіпті қалжыңдап, мысалы бізде айтады ғой, жаңағы атасы, әжесі сондай, әкесі, шешесі талантты болған, бірақ ұлдарында природа отдыхает. Ал немерелерінде кәдімгідей талант болып шығады. Генетиктер сонда дәлелдеді ғой да. Бұл ғылыми тілмен айтылған, жалпы тілмен айтсақ, халық түсіну үшін аталарымыз бен әжелеріміз, кейбір жағдайда арғы аталарымыз бен арғы әжелеріміз, прабабушки, прадед дейді ғой, біздің өміріміздің сценарийін жазып кеткен адамдар. Біздің сценаристарымыз. Әкеміз бен шешеміз біздің режиссерларымыз, біз актермыз. Сондықтан біз семинарымызда қалжыңдап айтамыз, қыздар, жігіттер, сіздер уже немерелеріңізге сценарийді қазірден бастап жазып жатырсыз. Уже жаздыңыздар да, әлі де. Сондықтан адамдар ойлана бастайды. Мен айтам, қандай сценарий жаздыңыз? Жақсы сценарий ма? Жағымсыз сценарий ма? Сонда адамда жауапкершілік пайда болады. Әрбір есі дұрыс адам, ұрпағым менен де жақсы болсын, ұрпағым менен асып түссін деп сондай арманда жүреді ғой. Міне сондықтан біздің психология бағытынан, психотерапиядан айырмашылығымыз, оны да айта кетейік. Бізге кеңеске келгенде, біздің семинарымызға келгенде, қазір көбінесе психологқа не үшін бар? Детский травма дейді ғой, бала кездегі жарақат. Біз оған көп назар аудармаймыз. Себебі біз бала ретінде неге бала кезімізде сол психологиялық жарақат алдық? Сонда біз атамыз бен әжелеріміздің бала кезінде өмірі қандай болды? Олар қандай жарақат алды? Біз басқа заманда өмір сүре жүріп, басқаша, бірақ та тағы да сол психологиялық жарақат аламыз екен. Мысалы, өзіме келсем, менің әкем мен анам студент болып оқуға кеткенде, мені Алтайымда нағашы атам мен әжеме қалдырып кеткен. Бала үшін, ол қазір психологияның тілінде, ол қатты психологиялық жарақат. Сосын кейін мектептің барардың алдында әкем мен шешеме берді. Мен екінші психологиялық жарақат алып отырмын ғой. Оны мен де көп жыл жұмыс істедім. Ал сосын кейін тегімнің тарихын, оқиғаларын сұрай бастырғанда, менің нағашы әжем мені тәрбиелеген, ол кісі де өзін ана әкесімен тәрбиелемеген екен. Анасының баласы болмаған апайына берген екен. Сондықтан міне сол оқиға қайталанып отыр ғой. Отбасыдағы тектегі тұңғыш бала, әжемде қыз бала, менде қыз бала, ол өз себеппен апайының қолында, апасының қолында, басқа анасының қолында тәрбиеленді. Мен басқа себеппен уже атам мен әжемнің қолында тәрбиелендім. Сол бір процесс болып тұр. Бірақ та ресми логикаға аударсақ, то есть тұңғыш бала өзінің әкесімен, шешесімен тәрбиеленбейді.
Соны не норма ретінде қалдыруға болады, бірақ та ол жағымды уже процесстер, жағымсыз процесстер басталса, уже ол норманы өзгертуге болады. Сондықтан біздің әдісіміз бойынша, менен былай түйіндеймін, сол жерде жатыр. Біздің аталарымыз бен әжелеріміздің өмірінде. Мысалы, әлгі конфиске дейді ғой. Ол әлгі мүлікті тартып алып, жерді, байлығымызды тартып алған. Менің ойымша, менің өзімнің статистикам бойынша, қазақтың 80% сол кездегі сондай конфискеге ұшырады. Байлығынан айырылды. Біреуі Қытайға қашты, біреуі Иранға, біреуі сосын кейін Түркияда, Ауғанстанда, біреулері Монғолияда тұрып жатыр. Ал біздің еліміздегі алған, сосын кейін олар репрессияға ұшырады. Ары қарата сосын кейін отан соғысы болды. Ол да біздің еліміз үшін қатты коллективтік жарақат болды. Сондықтан мысалы конфискеге ұшырағандардың ұрпақтары, олар көбі бизнесқа барады. Себебі гендік жадында бай болу память дейді ғой, бар. Сондықтан мен түсінем, неге олар бизнесқа, кәсіпке не үшін барады? Бай болу үшін ғой. Өз жағдайын жасау үшін, туған туыстарының жағдайын жасау үшін. Бірақ та бір жағынан ол адамға мотивацияға талпынады. Бірақ та көп айтады, неге мен адамнан қорқам? Біреу налоговыйға баруға қорқады. Біреу түсінген кәсібінен айырылып қалады. Ал соның бәрін зерттей бастағанда, сондай адамның көбінің сондай қорқыныш бар. Айырылып қалам ба, біреу тартып ала ма, партнерім маған қалай қарайды. Ондай оқиғалар болып жатыр, партнер тартып алып, билікте тартып алып жатыр. Сонда мен қалжыңдап айтам, қазіргі міне 21-ші ғасырда сіз тағы да конфискеге ұшыратыңыз ғой. Бірақ басқа, уже басқа себептермен. Көбінесе біз қазақ, бізде мына біздің мәдениетіміз тектілес, мәдениетіміз қалай? Один за всех, все за одного. Батыста каждый сам за себя. Әрбір адам өз үшін ғана. Ал біздің мына намады елінің, мына көшпенді елінің біздің психологиямыз басқа. Біз бір-біріміз үшін. Сондықтан қазақ анағанда көмектесуім керек, мынағанда көмектесуім керек. Сонда мен байқағаным, бір отбасыда текте біреу алдыға шығады. Ең мықтысы, рухы да, ол қорқса да, қорықпаса дейді, кәсібін ашады. Қалғандары соның айналасына топтасады. Топтасады, бірақ та топтасқанында мағынасы бар ғой. Оған көмек беріп топтаса ма? Жоқ, маған ғана бер деп пе. Сондықтан біреу анағанда көмектеседі, мынағанда көмектеседі. Сосын кейін уже өзінің бірге туған ағайынына емес, олардың балаларын, кейбір айтады, уже олардың немерелеріне. Олар үйреніп кетеді. Тек қана алып үйреніп кетеді. Сол біреуі уже 50-60-70-ке жеткенде шаршайды. Мынаның бәрі не болды? Өкпе реніш пайда болады. Сондықтан мен сонда түсіндірем. Сонда мен қалжыңдап айтам. Сізді получается өзіңіздің туыстарыңыз конфискеге ұшыратты ғой. Солай. Кейбіреулік дос жоралармен етеді, олар да оны конфискеге ұшыратады. Міне сондай қалыптасқан, ол жалпы бүкіл халқымызға қалыптасқан мінез құлық бар. Сосын кейін әрине әрбір текке, отбасыға қалыптасқан сондай мінез құлықтар бар. Ал енді сіз мынау коллективті деп жатсыз ғой. Біздің қазақ шынымен де жаңағы соғыс көрді. Ашаршылық нәубетін көрді. Ата-бабаларымыз 4-ші, 5-ші мысалы, мүмкін менің жағдайымда менің атамның әкесі соғысқа барды, ал олардың әкелері ашаршылық заманын кешірді бастан. Ол бізге қалай әсер етеді? Жалпы коллективті тұрғыдан қазақ халқына қалай әсер етеді? Өйткені біздің санымыз ұжымдық жарақат деп айтады. Енді оны мүмкін жалпы халық түсінбейтін шығар, бірақ кәсіби тілде қазір сөйтіп айтып жүр. Коллективная травма, ұжымдық жарақат дейді. Мысалы, ашаршылық. Бұл тақырыпты мен өте терең зерттедім. Себебі әкем соғыс кезінде әкесіз қалып, атам халық жауы деп 43 жылы репрессияға ұшыраған, шешесін Труда армияға айдап кеткен, жалпы халықтың жағдайы онша болмады ғой. Көп жағдайда тамақ жетпеген. Ал арғы ата-бабаларым нағашы атам жағынан, нағашы атам бірінші отбасынан ашаршылық кезінде айырылған. Бірінші әйелінен, бала шағасынан, әке шешесінен. Нағашы әжеме де сол ашаршылықтың зардабы тиген. Әкем жағына да
Сондықтан ол көп қазақтың басынан ал қандай қазіргі кезде қалыптасқан мінез құлық. Тамаққа тоймайды. Жей береді. Сосын кейін ол келіп адамнан уже денсаулығын бұзады ғой. Тамақты көп жесе, дастарханға отырса, тезірек тамақ жеу керек. Ол бұл жерде адамның логикасы ана отключается. Так, сосын кейін тамақ деген толып тұру керек. Әсіресе міне пандемия кезінде қаншама адамда қорқыныш үрей. Магазиндер жабылып қалса, тамақсыз қаламыз. Мен соцопрос жасадым сол кезде. Сонда енді мені білетін, менің қасымда жүретін Инстаграм арқылы 83% адамнан ашаршылықтан қорқу сезімі оянды. Соның ішіндегі бәрі де сол кезінде ашаршылыққа ұшыраған екен. Мұрат Әуезовтың мынандай сөзі бар. Потомки тех родов, кто пережил Голодомор, до 7-го колена будут испытывать чувство голода. Мен сол кісімен келісемін. Себебі тамақ деген адамның ең басты инстинкті. Любой адам білет, тамақ жемесе өліп қалатын. Сондықтан ол салмақ келгенде кейбір адамның кіртімен дірілдеп, көбінесе ол артық салмақ. Міне өз басымнан сол өтті ғой. Мен қаншама жыл ақырындап, сонымен ораза маған көмек берді. Сосын кейін өзімнің әдісім бойынша, психологиялық әдісімдер бойынша, міне 1 жыл ғана менің қазір тамақты жеу әдісім өзгерді. Басқаша қалай. Сол уже сезім, менде қорқынышым жоқ. Мысалы, мен кешке жақын қазір тамақ жемеуге тырысамын. Кейде бір қыздармен бір жерге барасың ғой, сонда айтады ғой, Әлен Рупаевна, жесеңіздер, я говорю. Мен айтам, девочки, я кайфую от того, что менің миым, денем, білмем қай жерім екен, қазір, что тамақ жемесем, мен аштан қалмаймын деген сондай сезімге мен қазір соны өзім ол сөзімнен өзім рахаттанып жүрмін. Мен адам үшін маған бұл өте үлкен жеңістік. Міне солай ашаршылықтың отдаленные последствия дейді. Бұл бір ғана. Ал мысалы ашаршылық кезінде қаншама балаларынан, отбасынан айырылды. Ол деген енді мен көпшілік алдында ондай тақырып қозғамаймын. Ол тек қана маған сол ашаршылық кезінде өз балаларын жеген адамдардың ұрпақтары да келді ғой. Міне Алла басқа бермесін. Ауларымен де мен жұмыс істеуім керек қой. Сондықтан ашаршылық деген это самая страшная форма смерти, тағы да Мұрат Әуезовтың сөзі. Сондықтан мен түсінемін, біздің қоғам қайраткерлері бар ғой, сол ашаршылықтың тақырыбын не үшін қазір көтеріп жүр. Сондықтан біз қоғам болып, мемлекет, билік болып, халық болып соны түсініп, оны ашық айтуымыз керек. Құпияны жасасақ, қайталайды. Бұған психотерапевтар назар аударған. То, что скрывается, то, что тайной, оно обязательно повторится. Құпия деген болмау керек, бірақ та бұл жерде енді ешкімді кінәламай, біз и так та бір-бірімізді тура уже шаршадық, наверное. Сен жаман, сен мынандайсың, соны просто сабырлықпен отырып, соны ақырындап талқылауымыз керек. Ал мысалы отан соғысы. Біздің мына басқа орталық Азиядағы мемлекеттерге қарасақ, Қазақстаннан ең көп кетті. 1 миллионнан астам қазақстандықтар кеткен, көбі қазақ. Соның тең жартысы оралмады, 600 мыңнан астам. Соның ішіндегі жартысы 271 мың адам хабар-ошарсыз кетті. Соның бәрі хабар-ошарсыз кеткен ата-бабаларымыздың ұрпақтары маған кеңес келгенде, мен соны зерттей бастадым. Бұл ұрпақтарына қалай әсер береді екен? Сөйтсем, әлі күнге дейін бессознательно мына түп сана ретінде балалары әлі тірі жүрген, немерелері, шөберелері атасы туралы хабар күтіп жүр екен. Әлі күнге дейін. Міне 80 жыл өтті. Себебі адам білгісі келеді екен. Ол қалай хабар-ошарсыз? Ол болған адам ғой. Ол қалай жоғалып кетті? Себебі Совет өкіметінің саясатта болды ғой. Хабар-ошарсыз кеткен ора сатқын деп. Ешкімде сатқынның туысы болғысы келмеді. Ол тағы Совет өкіметі. Оған өз себептері болды. Оны қозғамай қояйық. Сондықтан мен соны түсінгенде,
міне 5 жыл болды. Майдан Көмекович Кусаинов деген ол кісі керемет, ол данышпан адам. Өзі міне 79-та ғой деймін. Түріне қарасаңыз ондай жас бермейсіз. Ол СНГ-да ең бірінші поисковик. Сол кісімен танысып, сол кісімен ол кісі өзі ұстаз араласып, міне 5 жыл болды. Сол өзім қасымдағы әріптестерімді шақырып, біз Атамның аманаты қоғамдық бірлестік аштық. Тегін ретінде, волонтер ретінде біз сол хабар ошарсыз кеткен ата-бабаларымызды іздейміз. Қаншама міне қазіргі кезде 8 мыңнан астам тапсырыс келді, 2 мыңнан астам жауынгердің жауынгерлік жолын, кейбір жағдайда айту ақпарат, мәліметтер тауып, сосын кейін жерленген жерін тауып, ұрпақтарына хабар жеткіземіз. Хабар жеткізгенде де жай жеткізбейміз, бірінші көңіл айтамыз. 80 жыл мен кейде көз жасымды ұстай алмаймын. Оларға ешкім көңіл айтқан жоқ. Біріншіден айтам, атаңызды таптық. Көңіл айтамыз. Қазақтың бұл рухани салты. Қазақтың көңіл айту дегені өйткені рухани салты. Сосын кейін айтамыз, атаңыз батыр болды. Сіз бұндай аталарыңызбен мақтану керексіздер. Бұл толық өзінің азаматтық борышын, ер азаматтық борышын толық атқарды. Бала шағасын тастап, анау майданға кетті. Қаншама боздақтар ұрпағы қалмады ғой. Сондықтан біз Құран оққанда ең маңызды ұрпақ қалдырмаған деп, сондықтан адамдар өзгереді ғой. Кейбіреулері бізбен хабарда болады. Бір ер азаматты байқадық. Біздің офисімізге келді. Атасы хабар ошарсыз кетіпті. Мен уже түсінем ол адамға қалай. Олардың мен сондай біртүрлі сезінеді. Кейбір айтады, мен өзімді сатқын сияқты сезінемін. Қоғамда белсенді жұмыс атқара алмайды. Жұмыста да біртүрлі болып жүреді. Сосын кейін хабар ошарсыз кеткендердің ұрпақтары 4-5 ұрпаққа дейін айту бір нәрсені жоғалтып отырады. Бұл называется бессознательное ожидание потерь психология тілінде. Түп саналық сол бір нәрсе жоғалады деп күтіп жүреді. Түсінсіз бе? Сондықтан біреуі абыройынан жоғалтып алады, түсінсіз бе? Біреуі үйін жоғалтады. Кейбірі әйелдер әсіресе мына әшекейлерін жоғалта береді. Біреуі сотовый телефондарын жоғалта береді. Соны психологиялық тілмен айтқанда тоқтату керек. Гештальт дейді ғой. Ал сонда не істеу керек? Жоғалған ата-бабаңды ізде. Тіпті табылмаса да ниеттен. Сондықтан айтады ғой, ниетінде қандай ниетпен сен бір істі атқарып жүрсің дегендей, сол адам былай қараса кішкене былай әлсіз сияқылды, сондай өзі сондай биік ер азамат болатын. Біз уже көзқарасымыз уже кәсіби көзқарас қой. Біз адамның уже бойына қарап, түріне қарап, мен уже білем онда қандай проблемалар бар екенін. Керемет сәтті жағдай болды. Атасын Ресейде, Украина, Белоруссияда көктемнен күзге дейін шайқас болған жерде қаншама жауынгерлер жерленбеген. Қазба жұмыстар жүргізеді. Соның атасын сондай қазба жұмыста көтерді ғой. Медальоны сақталып қалыпты. 1,5 айдан кейінге. Міне, сондай біздің 2 жағдай бар. Бізге тапсырыс береді. Оның сондай Ресейден көтерілді. Қостанай жақтан екен. Мәйітін алып келіп, сол жақта туған жерінде жерленді. Сосын кейін біздің офисқа келді ғой. Басқа адам. Арқасы деген міне. Көзі деген басқаша. Сол бізге ризашылық білдіріп. Міне сондай, онымен тек танушы ретінде ешқандай жұмыс деген жоқпын. Бірақ та міне өлі разы болмай, тірі баймайды деген бұл қазақтың сөзінде терең психологиялық ұғым жатыр. Енді осы жерде мысалы жаңағы пандемия қалай әсер етеді? Пандемия бұл да бір сондай әлеуметтік, енді ол да бір катастрофа болды. Себебі 100 жыл бұрын Европада испанка деген грипп болған. Оны білесіздер. 100 жылда сондай қайталанып отырады. Біздің Қазақстанға келсек, үйімізде отырғызып қойды, шығуға болмайды, қамап тастайды. Ограничение тыйым салды да. Бір жағынан 37 жылы сондай болды. Ограничение болды. Тыйым салынды. Ол жерде басқа шаболды. Басқа жолдармен, қазірше басқа. Ашаршылық,
Қорқыныш пайда болды ғой, тамағымыз болмай қала ма. Сосын кейін енді былай қарасаңыз, ашаршылық кезінде енді қазір ақырындап айтып келе жатыр ғой, 70% халқымыздан айырылдық. Пандемия кезінде қаншама халықтан айырылдық. Иә. Ол кезде біз ашаршылықтан айырылдық. Қазір уже індет қой. Індеттен айырылдық. Сосын кейін қараңызшы, мен тағы да мынандай бір жағдайға назар аудардым. Ашаршылық кезінде бәрі жан-жаққа қашып кетті ғой. Әрбір отбасы өзін ғана ойлады ғой. Бір-бірімен қарым-қатынасы үзіліп кетті ғой. Сондықтан кейбіреулері жерлей алды, кейбіреулері жерлемей тастап кетті. Ал пандемия кезінде не болды? Бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз үзіліп қалды ғой. Міне осындай жағдайлар, әлеуметтік катаклизм дейді, соған дұрыс баға берілмесе, халыққа дұрыс соны қалай психологиялық ретінде шешу жолдары көрсетілмесе, осындай пандемиялар, әлеуметтік дағдарыстар, ірі дағдарыстар. Әрбір тектің өзінің сондай немелері қайталанып отырады. Мынау жалпы бүкіл қоғамға, мемлекетке келсек. Бұл бүкіл әлемге, әлем бойынша болған жағдай ғой. Сондықтан енді бұндай жағдайда осы пандемия келгенде, ондай кезде не істеу керек? Көп психологтар, әсіресе бұл жақта Ресей психологтар мықты. Мен шынымды айтам, қазақстандық психологтармен онша қарым-қатынасым тығыз жоқ. Олар көбі бізді түсінбейді, бізді психологияның бағыты деп санамайды. Сондықтан енді мен оларға бармаймын да. Ал бірақта Ресейде көп психологтар енді Докучаевтарды біледі, сондықтан біз бір-бірімізді жақсырақ түсінеміз. Ол шындық, сонымен бізді жинады. ОППЛ, Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига деген бар. Ол бүкіл дүние жүзіндегі осындай көбінесе орыс тілді психологтардың ұйымы бастарын қосып отыр. Сол жерде сразу енді былай тапсырма деуге болады. Әрбір адам, менің мысалы WhatsApp'та 20-дан асқан тобым бар. Ол бүкіл дүние жүзінің қазақтары, басқа ұлт өкілдері де бар. WhatsApp арқылы қазір жұмыс істеу оңай. Мен Телеграмға қарап едім, Телеграмның функциялары кішкене қиындау екен. WhatsApp оңай. Сондықтан мен күнде дауыстап жіберіп отырдым ғой. Пандемия кезінде былай істеңдер. Консультация, көбінесе тегін консультацияда бердік сол кезде. Негізі сол кезде біраз психологтар тікелей эфирлер жүргізді. Тікелей эфир жүргізді, адамдарға ұйымдастырып, қорқыныштан. Сондықтан өзім мыңдаған адам, өзімне сол WhatsApp-ның чатында где-то 7-8 мың адамдар отыр. Солар соң Инстаграмда көп менің бірталай мыңдаған оқырмандарым бар. Соларға енді түсінбегендер де болды, әрине, бірақ та түсінген адамдар сол өздерімен жұмыс істеп, мысалы мен өзімде ешқандай қорқыныш болған жоқ. Балаларымда болды. Келіп айтты ғой, мама, папа, сендермен бір нәрсе болып қала ма деп қорқамын деді ғой. Мен мысалы апам үшін қатты қорықтым. Ол кісі 70 талқындаған. Құдай-ау, бір жерден қазір бір нәрсені жұқтырып, содан өмірден кетіп қала ма деп менде де қорқыныш болды. Қызым мен ұлыма түсіндірдім. Себебі менің балаларымның арғы аталары ашаршылық кезінде пандемия туысқандарынан айырылды, әке-шешелерінен айырылған. Түсінсіздер ме? Содан оларда сондай қорқыныш болды. Сондықтан сондай қорқыныш оянды. Бұндай жағда не істеу керек екен? Балама түсіндірдім. Балам бір жағынан қорқыныш үшін рахмет, бірақ та қорықпа. Неден қорқасың? Оны да түсіндірдім. Сондықтан Аллаға сен, бізге сен, бәрімізіне емделіп жүрміз, дәрігерге, медицинаға сенім болу керек деп. Ал енді міне сіз сол кезде оларға көмек көрсеттіңіз. Ал енді ол жерде болмаған, мысалы, қаншама қазақтың отбасысы бар, мысалы қазір осы камераға болмаса осы жерде қазір осы бағдарламада айтып өтсеңіз, не істеу керек? Қалай сол қорқынышты енді ол өтіп кетті, бірақ дегенмен жаңағы жадында қалып қалды ғой. Енді бұл жерде енді жалпы біздің әдіс бойынша біз көбінесе сөзбен жұмыс істейміз. Кезінде Валерий Васильевич мынандай бізде семинарымызда мынандай тақырып бар. Сөздің күші, сөздің құдіреті. Сонда 2006-5 жылы Валерий Васильевич сондай тақырыппен келді, бізге қызықты болды. Айта бастады, сөздің адамға қандай әсер береді екен. Қазақта да сөз бар ғой, таяқ еттен сөз сүйектен өтеді. Ондай көп қой, Сонда міне аналар ғылымдар былай зерттеді, жапондар былай зерттеді, деп сонан сөз мынандай қорытынды жасады. Сейчас, говорит, ученые доказали, слово проникает на уровень ДНК.
деп қаламның қорытындысын. Сол кезде маған сақ ете түсті ғой. Сөз сүйектен өтеді. Иә. Міне, қазақ ешқандай генетиканы білмей, жапондықтарды білмей, ешқандай зерттеу жасамай, бірақ сөзмен айтқан. Валерий Васильевич айтқанда ол таң қалды. Рас па? Міне біздің сүйек деген ол не? Ол ДНК ғой. Сонда ол кісі қалжыңдайтын кейде. Әлия, что еще ваши казахи сказали? Сендердің қазақтарын, сондықтан біздің халық, орыс халқына қалғанда сондай көп мақал мәтерлерді сақтап қалған. Сонда біз соны ол кісі отырып талқылайтын. Ол кісі уже физик ретінде, психология ретінде талқылайтын. Сондықтан сендердің халықтарын былай айтқан. Себебі былай істесең былай болады, былай болсаң жақсылық аласың, былай болса жамандық болады деп соны еткен. Сондықтан біз көбінесе қазір оны аффирмация дейді, бірақ та аффирмация ұстанымды бет албады құрастыруға болмайды. Соны көбі түсінбейді. Ой, мыналар аффирмацияға беріліп кеткенде, біз сол адамның сұранысына қарай, сауалына қарай, бүкіл текке анализ жасап, жақсы сөз жарым. Біз сол адамға, бізге психологтар сияқылды, допустим, 10 күн сессияға келіп қажетті жоқ. Мысалы, біз шизофрениктермен жұмыс істемейміз. Бізде тоже көп бар. Біз сол ақылды, өзіне сенген, сана сезімі, сондай адекватный адамдармен жұмыс істейміз. Мен сондықтан өзім солай жұмыс істегеніне сенем. Адам түсінсе, өз-өзімен де жұмыс істей алады. Бұл жерде біздің психологтардан айырмашылығымыз. Психологтарға көбінесе депрессия, сондай қатты жаман психологиялық жағдайда жүрген адамдар бала ғой. Біз оларды сразу психологтарға жібереміз. Өзімнен сол Қазақстанда бір 4-5 жақсы психолог әріптестерім бар, Астана, Алматы, соларға жіберем. Сосын кейін бізге депрессиямен де жеңіп кел, сосын кейін бізге келесін деп. Сондықтан енді мысалы бізді тыңдап отырған адамдарда туған туыстары үшін қорқыныш болса, бір нәрсе болып қалама деп, ал енді тарихымызға қарасақ, ашаршылықта ғана біз 70% туысқандарымыздан, ата-бабаларымыз айырылды ғой. Ал енді соғысты алайық, репрессияны алайық, сондықтан ол тағы да біздің қанымызға біткен қорқыныш. Туыстарымыз үшін қандай сөз арқылы ұстаныммен жұмыс істеуге болады. Менің барлық туған туыстарым, кейбіреулер айтады, құдаларымды қосуға бола ма? Болады. Әріптестерім, жолдастарым, ата-анам, бала-шағам, аман-есен, дендері сау, өмірлері ұзақ. Адам соны қайталай берсе, тіпті қолына қаламсап дәптер алып жазса, соған сене бастайды. Сонда біздің тағы былай коллективтік ұжымдық ретінде неге сенсек, сонда біздің бәріміз жақсы боламыз. Бұны қазір физикада да, қазір қандай физика дейді, бір нәрсе физика деп, оны қазір дәлелдеп, нейрофизика дейме, квантовая физика дейме. Соның бәрі себепті ол адамның ойы, біз электрический волна, эфир ғой. Сондықтан мен сенсем, менің туған туысқаным бәрі аман болса, ол менің туған туыстарыма да тарайды, эфир арқылы талайды. Міне сондай ұғымдармен сену керек. Сосын кейін Аллаға сенген адамдар, мен ол кісілерге айтам, кейбіреулер атеисттер. Атеистқа мен оны Алла тағаланы не үшін қосам? Қоспаймын. Ал бірақ та біздің қазір көбі Алла тағалаға сенеді ғой. Соны ұстанымнан уже Алла тағаладан сұрауға болады. Дұға дейді. Дұға ретінде. Бірақ біздің қазақ Алла тағаладан соны қалаймын, сұраймын деп сөйтіп қосуға болады. Ниеттенуге болады. Міне қысқаша енді жалпы бәрі түсінетін жолы осы. Ал енді мысалы жаңағы ниет сөз деп жатырмыз ғой. Жаңағы ата-бабамыздың баталары, дұғасы ұрпағына берген. Енді теріс бата дейді, ақ бата дейді. Осы туралы не айтасыз? Мен кеңес бере бастағанда, әсіресе жаңағы екінші сөздің, күші сөздің құдіретінде Валерий Васильевич қарғыс тақырыбына айта бастады. Оқырмандарға мынандай бір ұсыныс берем, интернетте олар бар, синдром предков деген мықты орыс тілде кітап бар. Авторы Ан Шуценбергер, Европаның мықты психотерапевті. Сол кісі 20 ғасырда психотерапевт ретінде тектің тарихына, тектің историясына назар аудара бастайды. Сонда ол кісінің байқағаны, сол отбасыда бірнеше ұрпақ бір жағдай қайталана береді екен. Сосын ол кісі таңғалып зерттей бастады.
сосын кейін сөз арқылы сол қарғыс. Ол кісінің мынандай бір мықты мысалы бар. Бір әйел келеді, сол әйел бүйдеп айтады, біз байқағанымыз қаншама буынымызда ұрпақтарда тұңғыш бала марқұм болып кетеді. Жасөспірім жасында әйтеу бір нәрсе болады да, аурудан болсын, басқа бір нәрседен өліп қалады. Қазір айтады, менің үлкен қызым да ауырып жүр, сол қызымнан үлкен немерем де ауырып жүр. Мен қорқа бастадым, енді бір нәрсе болып қалама деп. Сонда сұрастыра бастаса, 500 жыл бұрын Францияда революция көп болған ғой. Оның оларда архив жақсы сақталған ғой. Архив арқылы тауыпты. Оның үстіне ауызша аңыз ретінде айта берген ғой. Сонда бір священник дейді ғой, соны революционер өлтіргісі келген, ол кісі қашып, сол мына кісілердің ата-бабалары оны құтқарып қапты. Подвалда погребта тығып ұстаған ғой. Сосын айту революционер бір-бірімен қырысып, революция біткеннен кейін ана кісі шығады, кеткісі келгенде енді ризашылығын білдіргісі келеді ғой. Енді қолында ештеңе жоқ, сөз арқылы бүйдеп айтады. Отныне пусть каждый первенец в вашем роду будет вашим ангелом-хранителем. Бұл өте маңызды адам айтқаны. Олар өздері, видимо, верующий адамдар болған, священник айтқан, мынандай экстремальный жағдайда айтылған сөз. Сондықтан міне, сөз сонда аналардың получается, білмеймін енді, қанына ма, тегіне ме сініп кеткен. Ал ангел-хранитель, мына христиан дініне қарасақ, ол о дүниелік адам. Сонда, видимо, аналардың сенгеніме, көңілдеріне алғаныма, міне қаншама ұрпақ, тұңғыш бала өліп отырады екен. Міне, сөздің күші, сөздің құдіреті. Сонда, Анн Суценбергер әрине өз әдісімен, өз тәсілімен көрсеткен, біраз уақыттан кейін нәтижесін алған. Әйелдің қызы да жазылыпты, немересі де бір 4-5 жылдан кейін хабарласыпты, менің немерем аман есен депті. Ал сіздің практикаңызда? Ал біздің практикада, сосын кейін Валерий Васильевич, оны қалай? Себебі маған кеңеске келген адамның, әрбір 4-5 келген адамның тегінде қарғыс бар. Сосын кейін Валерий Васильевич, қарғыспен жұмыс қалай істеймін? Телевизорда бегущий строкада көрсетеді ғой. Қасиеттері бар адамдар, мен сниму, сөйтем, бүйтем и так далее. Оғанда менің көзім жетті, мүмкін олар бір адамнан оны алып тастайтын шығар, бүкіл тектен ұрпақтан ала алмайды. Ол жерде де шындыққа келу керек, себебі қарғыс сөзбен айтылған нәрсе. Сөз сүйектен өтеді. Сонда Валерий Васильевич пен Лариса Николаевнадан қарғысты батаға айландыру тәсілі бар. Как трансформировать проклятие во благо? Біз бәріміз енді қазақтар, қалай, Валерий Васильевич? Переписать слово. Это словесное выражение. Қалай? Сөздің мағынасын өзгертіп. Мысалы, міне, мынандай оқиға. Ой, маған докторлық диссертация қорғауға болады. Қандай қарғыс, қандай неше түрлі. А бірақта жолы оңай екен. Айтады ғой, все гениальное просто. Мысалы, бір ер азаматқа дейік, 10-ші ма, 11-ші атасы үлкен ұлына ренжіп, малын тарқап жүрген ғой. Бұл шынымен болған оқиға. Шынымен болған оқиға. Малын 100-ге жетпесін, 100-ге жетсе 100-ге жетпесін депті. Әлі күнге дейін соны ұрпақтары біледі, айтып жүреді, біздің атамыз сөйтіп қарғаған. Сонда ер азаматтың байқағаны, көтеріліп келе жатады ғой, енді табысы бәрі, бір кезде бәрі жоғалады. Өздері білмейді қайда кеткенін, малы қайда кеткенін, табыстардың қайда кеткенін. Сонда получается ана кісінің қарғысы ғой, күзге де жете алмай жүр. Соны не істеу керек? Бізге сол бабамыз, бабада аты есімдерін сақталған. Сонда получается былай 46 хромосомаға қарасақ, генетика жағына қарасақ, ол қанға, сүйекке сіңіп кеткен. Сонда ұрпақтары как бы образына әлі күнге дейін өз-өздеріне қарғыс беріп тұрады ғой. Оның түбі баюға болмайды, солай. Сонда өз арқылы өзгертуіміз керек қой. При этом бабаны кінәламаймыз, сөкпейміз. Сол бабамыз бізге
малын 100-ге жетсін, 100-ге жетсе 100-ге жетсін деп ақ батасын беріп тұр. Міне сондайды жазса, сол қарғыс мүлдем кетеді екен. Әрине бір 3-4 ұрпақ қосылса жақсы адам, кейде бірақ адам. Мысалы бедеуліктің бір себебі болды. 9 жыл бала көтермеген, 2,5 жыл сол келіншекпен жұмыс істедім. Құдай-ау, әке шешесіне де өкпе, ата енесіне, күйеуіне бәрін. Ал маған келген, соны бедеулік диагнозымен келген, 1 жылдан кейін, көп болса 1 жылдан кейін көтеріп кететін. Мына қыз көтермейді. Мен түсініп жүрмін, әлі бір себебі бар, әлі бір нүктесін тапқан жоқпыз. Клубтық кездесуімізге әкесін алып келді. Сөйтсек, әкесінің 3 қызы. Ұл жоқ. Қазақ үшін бұл енді проблема. Қайғы. Себебі қазақтың ұғымы бойынша ұрпақ тек қана ұл арқылы жалғасады. Генетиканың ұғымы бойынша ұрпақ ұл арқылы да, қыз арқылы да жалғасады. Соны біз қазақтарға, басқаларға түсіндіруіміз керек қой. Мысалы, орыс тілді психологтар оны түсінбейді. Неге ұл деген қазақ үшін сондай маңызды роль атқарады? Ол тек қана қазақ психолог қана оны түсінеді. Иә? Соны айта бастағанда бір уақыт ана кісі орнынан атып тұрды ма, балам есіме түсірдім деді. Сонда оқиғасы былай болған, кезінде қашқанда, ашаршылық кезінде сол әкесі ғой, әкесінің атасы рудың басшысымен бір конфликт болып, сонда рудың басшысы бедеп айтыпты, өзегін толмасын, ұрпағын болмасын депті. Қарғыс. Сонда мына әкесі жалғыз ұл. Оның ұлдары жоқ. Қарғыстың әсері болып тұр ғой. Сосын кейін психотерапевтта мынандай сөз бар. Тело реагирует на память дейді. Ана қызы да отыр ғой. Бірінші рет естіп тұр осы оқиғаны. Ана сөзді естігенде жылағанда, тура енді ана жерде өксіп жылағанда, қосылып бәріміз де жыладық. Содан кейін ана папасы айтады, не істеймін қызым, сен бір нәрсені жаз деп айтады екенсің. Бәрін де жазам. Қызым үшін, ұрпағым болу үшін бәрін де жазам деп. Сонда айттым, аға, жолы оңай. Сосын кейін ана қызға да, вот енді таптық, нүктесін таптық. Міне сонда сөз қаншама ұстап тұр. Бәрі жағынан біз сол қызбен жұмыс істедік қой. Не істеу керек? Сол рудың басшысы, есімінде уже ешкім білмейді, ол 100 жыл бұрын оқиға. Бізге, маған өзегін толсын, ұрпағым болсын деп ақ батасын беріп тұр. Міне, сонда қарғысты батаға айналдырып тұр. Мынандай жағымды, тиімді, жақсы сөздер арқылы ауыстырып, оны ауызша ойша қайталауға да болады. Бірақ та менің байқағаным, бұл менің кәсіби ұсынысым, соны жазып шықса. Онында да саны бар, қанша рет жазу керек екен. Оны да ғылым дәлелдеген 500 рет жазу керек. Сонда адамның миында жаңа нейрондық байланыс пайда болады. Жаңа қандай нейрондық байланыс болады, адам соған сенеді. Неге біз дінде астафыралла деп қайталауымыз керек? Субханалла, неге адамның дамуы қайталау арқылы? Повторение мать учения деп бекер айтпайды ғой. Соны етсе, сон біраз уақыттан кейін ана қыз аяғы ауыр болып дүниеге ұл баланы әкелді. Міне осылай. Сондықтан қарғыстан тыңдарманымыз оқып тыңдап отырса, қорықпаңыздар. Қазіргі адамның дамығаны соншама, ғылымның дамығаны соншама, шешілмейтін проблемалар жоқ. Бірақ та жақсы кәсіпті маманды табу керек. Ал енді қараңыз, мынау мәдениет бар, салт дәстүр бар, дін бар, және қазіргі таңдағы енді жастар бар, мысалы жастар психологиялық, қазіргі мысалы тілмен айтқан кезде модерн психологиялық құралдарды пайдаланады. Осының барлығын қалай үйлестіруге болады? Өйткені біз мысалы дінді болмаса салт дәстүрді ысырып тастап, тек қана жаңағы психологиямен ғана жүреміз деу, ол да бір дұрыс емес. Мысалы. Сондықтан бізге рас айтасыз, халық даналығы бар, жаңағы салт дәстүрді бәрі соған. Тектілік мәдениетіміз дейік, психология, ғылым бар, сосын кейін қазір дін бар. Мен семинарларымда көбінесе біз көп тақырыптарды, өзі 8 тақырып бар, қозғалтам ғой. Сонда мен адамдарға былай жеткізем. Міне біздің халқымыз былай деп айтқан. Мақал мәтелер, немесе бір ырым дәстүрлер арқылы. Ғылымдар қазір былай дәлелдеп жатыр, ал дінде осылай жазылған. И получается, мы об одном и том же говорим. Мысалы, қазір бізде
жаңа ғана оқыдым, 22 жылы 45 отбасы айырылысыпты. Бұл өте үлкен цифра. 45 отбасы болған кезде 45 мың. 45 мың. 45 мың біздің Қазақстанда. Мен өткен жылы оқығам, Қазақстан ажырасу бойынша екінші орында тұр дейді. Даже бірінші орында әлем бойынша, иә? Бірінші деп оқыдым. Енді білмеймін. Но бірақ та айту бірінші ме, екінші ме, үшінші орында тұрмыз. Көш бастап тұрмыз. Иә. Қазір сондай ажырасқан отбасылар көп. Ажырасқанда мүмкін әйел өзіне басқа ер азамат табатын шығар. Ер азамат басқа елге, балаларға қиын. Олар қатты психологиялық жарақат алады. Көбінесе анасымен қалады. Өкпелеген әйел бүкіл баласының әкесімен, әкесінің тегімен қарым-қатынасты үзеді. Араласпайды. Маған сондай қаншама балдар келді. Біреуі қазіргі 18-19-та, біреуі уже 40-тан асқан, біреуі 50-ден асқан. Әке шешеміз кезінде әртүрлі себеппен ажырасып кеткен. Сондықтан бар проблема неде болып тұр? Әкесін білмеген, тегін білмеген адам, образбен келдірсек, бір қанатпен ұшып жүрген, бір аяқпен жүрген адамды. Тегін білмеген тексіз деп қазақ бекерден айтпаған. Әкесіне өкпелі ренжісі болса, адамның жолы ашылмайды. Жалпы тілде айтады ғой, мен жолым ашылмайды. Менің байқағаным, эмоцияның ішінде ең қатты эмоция, адамға қатты әсер беретін, жолын ашпайтын, бұл өкпе реніш туған туысына. Әке шешесіне, ағасына, інісіне, күйеуіне, әйеліне. Біз сонда сол өкпе ренішпен қалай біздің әдісіміз бойынша шешуге болады екен, соның жолын көрсетеміз. Сосын кейін мен сонда мысалы психологтар, мен кезінде таң қалдым. Ішінде біздің қазақ психологтарда бар екен, бір ер азамат психологқа барыпты. Үлкен баласы, 4 баласы бар екен, 40-тан асқан. Бидеп айтыпты. Бәр балаларда, көп балаларда 2 ата, 2 әже. Бізде неге бір ағаты? Екінші атеміз қайда депті. Міне, сөйтіп балам мені тіреді дейді. Мен әкемді білмеймін. Үйлене сап, айырылысып кеткен. Көрмеген. Нағашыларында тәрбиеленген. Соңын психологқа барады ғой. Психолог айтты, ол саған не керек депті. Сені тәрбиелесе, саған ақша бермесе, сені қамтамасыз етпесе, ол саған не керек депті. Мен таң қалғаным қазақ психолог. Соңын маған келді. Сіз не дейсіз? Келіспеймін дедім. Толық психологпен келіспеймін. Тегін білмеген тексіз. Иә? Білу керек. Қазақта сөз бар, тегін білмеген теріс бағат дейді. Иә, ол көп сөз тек туралы, иә, жеті атасын білмеген жетесіз и так далее. Бірақ та көбі енді қазіргі жастардың көзқарасы, ой, действительно, ой, зачем, мне это, мне и так хорошо, без папы и так далее. Мен бірақ мысал келтіремін. А ты даешь гарантию, что твои потомки не встретятся и не поженятся? Міне. Бәріне қатты әсер етеді. Менде 4 сондай жағдай. Білмей, әкесі кім екен, анасы кім екен. Бір атаның, бір әкенің балалары. Масқара міне сонда жатыр. Мына баланың, допустим, әкесімен. Е? Хадис бар. Кто прерывает родственные связи, тот не войдет в рай ни на земле, ни на небе. Міне хадис, туысқандық қарым-қатынасынан айырылған адам жәннатқа кірмейді. 3 күннен артық ренжуге болды. Сондықтан мен көбінесе хадиста былай айтқан. Сосын кейін біздің қазақтың сөзі бар. Енді туыстарды біз таңдамаймыз, е? Досты таңдай аламыз, жарымызды таңдай аламыз, жұмысымызды, бастығымызды, туысты таңдамаймыз. Бұл біздің Алла Тағала берген, е, туысқанды. Сондықтан бірақ та туыстарымыздың арасында әртүрлі адам болады. Кейбіреумен рас араласқысы да келмейді, кейбіреулермен араласқысы келеді, е. Сондықтан енді халықтың біздің мынандай дана сөзі, сәлемін дұрыс берсін, дұрыс болсын. Сондықтан онда қандай психологиялық мағына жатыр? Я енді бармай-ақ қой, бірақ та той болғанда, қиын жағдай болғанда, сәлемім енді келіп амандасып, апа амансыз ба, аға, сәлем беру, ол біздің парызымыз, вообще адамның парызы. Ал біздің пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уассалам, оның мынандай хадисі жеткен. Ол кісі де түсінген ғой. Вообще Құран деген ол мықты психология ғой. Бірақ та оны кішкене дұрыстап түсіндіру керек психология жағынан. Оны мынандай сөзі қалған. Ол кісі де түсінген, туысқандардың арасында әртүрлері. Сохраняйте родственные отношения хотя бы приветствием. Болды міне.
сәлемің дұрыс болсын деген сөз ғой. Қазақтың дала философиясында міне бар. сондықтан дала философиясы бар. Мысалы қырғыздарға барғанда олардың ерекшелік, сендердің қырғыздардың ата бабалары не деп айтты? Көп жеріміз сәйкес келеді, кейбір ерекшеліктен. Сонда мен сұрайтымын, вообще бізге келген бизнес тренеріміз ба, басқа шетелден келгендер, олар түсіну керек, мына қазақтардың акасы өзінің философиясын, өзінің көзқарасы бар екен. Соны біз назарымызға алып отыруымыз керек деп, сондықтан семинарымда мен 3 жағынан жеткізем. Халық даналық, тектілік мәдениетіміз осындай, халық осылай деп айтқан, ғылым былай деп айтады, дін былай деп. Оның үстіне бізге христиан дініндегі адамдар да келеді ғой. Пожалуйста, мен Библияда былай жазылған, Библияда былай жазылған деп. Міне сонда адам толық бәрін түсінеді. Бірақ енді қазір туған туысты былай қойғанда, ата анадан сепарация деген сондай бір керемет бір тренд те болып кетті. Ал бұл жерде қалай не істеуіміз керек? Өйткені ата анадан былайша айтқан кезде эмоционалды, психологиялық, материалдық барлық тұрғыдан сепарация болу керек. Сол кезде ғана сенде отбасы болады деп тренд болып кетті. Ұғымы қазақша аударсақ бөлу. Ата анадан, әсіресе анадан бөліну дейді. Валерий Васильевич бізге қалай түсіндірді, мен сол кісімен келісемін. Біздің әдісімізде ондай сепарация деген ұғым жоқ. Біз сепарация керек кезде қандай жұмыс істейміз? Біріншіден, әрбір бала ананың ішінен шыққан, құрсағынан, сондықтан кіндік, ол сол біз туған кезде соны нақты ретінде акушерлар қазір ерте заманда пышақпен қазір кесіп тастайды. Сонымен получается бұл біздің бірінші анамыздан сепарациямыз. Ол физикалық ретінде бөліну. Кіндікті кесті, бірақ та ана мен бала арасында өмір бойы кімге может ұнамайды, ұнаса да, ұнамаса да энергетикалық ретінде сол байланыс қалады. Сақталады. Оны ғылыми тілде симбиотическая связь дейді. Халықта оны пуповинная связь, ол кіндік байланыс, қандық байланыс дейді. Оны үзуге болмайды. Сондықтан қазір кейбір психологиялық әдістерінде бар, ал біздің әдісіміз бойынша тек арқылы зерттейміз. Неге мына ана баласына соншама жабысып қалған? Баласы үшін неге қорқады? Әжесі 9 баласынан айырылған. Сондықтан психологтарды мен сыйлаймын. Сыйластық көзбен қараймын. Бірақ та өмір бойы оның әдісімен сепарация жасаса да, ол ана сол өзінің қорқынышын, қайдан пайда болғанын, кімнен ол қорқынышы келгенін түсінбей, баласын жібермейді. Ал соншама қаншама ана, қаншама я говорю, балам, сен қарашы, сенің ананың 2 әжесі балаларынан айырылған. Балан сондықтан әжелерінен сенің анана қорқыныш үрей келіп отыр. Ол қорқыныш үрей болғанда гиперопека, суперконтроль дейді қазіргі. Сондықтан или сенің анаң соны түсіну керек, немесе сен өзің анана түсіндіріп, біздің әдіс бойынша біз сепарацияны сол арқылы жасаймыз. Өзімнің басынан өтті ғой, осы жағдай өтті ғой. Менің нағашы әжем 9 баласынан айырылған, өз әжем 2 баласынан. Сондықтан мен түсіндім ғой, мен не үшін балаларымды қайда бардың, неге бардың, өзім солар үшін бәрін шешкім келеді. Вплоть до того, қандай киім алу керек екен, мен шешуім керек. Әрине баларға ол ұнамайды ғой, жақтырмайды ғой. Соның бәрін түсінгенде де толық, мен ешқандай қазір расстановка деген бар, сол жерде алып пышақты былай кеседі екен. Мен прям категорически против. Болмайды. Даже энергетикалық ретінде де ана мен баланың арасындағы сол байланыс энергетикалық кесуге болмайды. Оны тек қана ұзарту керек. Тіпті айға кетсен де сенің анаммен сол байланысың қалады. Алла тағала табиғат бізді солай жаратқан. Оның үстіне айтады ғой, ата-ананың дұғасын Алла тағала бірден қабыл етеді дейді. Вот сепарация, сондықтан кейбір сондай, видимо, осы генетикалық факторларды түсінбейтін психологтар сондай әдісті қолданады, біз үйтіп қолданбаймыз. Ол түбінде, сепарацияның түбінде қорқыныш, үрей тұр. Ананың. Ананың.
әжесінен арғы ал әжесінен ол келген. получается арғы әжесіне ол тектің тарихына, тектің қайғылы оқиғаларына бәрі барып тіреледі. Сонда сонымен түсінгенде адам кейбір жағдайда бізде мынандай выражение бар, как понял, всех простил. Адам түсінгенде, әсіресе ер азаматтар, түсіндім, болды. Әйел адамдарға кішкене енді қиындау өзімен жұмыс, тем более біз эмоцияға тез кетіп қаламыз ғой. Сосын кейін бұны компьютермен, тілмен айтқанда бұл тектен келген бағдарлама дейік. Кәсіби тілмен тектен келген бағдарлама дейік. Орысша біз родовые программы, қазақша тектілік бағдарлама. Компьютер ретінде қарасақ, бұл файлар, генетикалық файлар. Компьютерде это как программы по умолчанию. Үндемей жатқан ата-бабаларымыздан келген программалар ғой. Мысалы, оны қосамыз өшіреміз. Оны сол қалай қосу керек, как можно выключить? Спокойно это выключить можно. Спокойно жағымды, бізге тиімді бағдарламаны оятып қолдануға болады. Мысалы, қыз бала мынандай жағдай бар. Екі әжесі мынандай мысал болды, ерте жесір қапты. Аталарынан айырылған, бір әжесі күйеуге шыққан, бір әже өмір бойы жесір. Қыз бала күйеуге шыққан, сонда маған келгенде айтады, жігітімен кездесіп жүргенде ешқандай қорқыныш болған жоқ дейді. Апай дейді, как үйлендік, менде бір түрлі басқаша сезім. Қорқа бастадым, қызғана бастадым. Бір жаққа кетсе алаңдаймын, звондаймын, қайда кетін, нешеде кетін, күйеуіме ол жақтырпады, арамызда жанжал басталды деді. Сонда түсірдім, мына екі әженен кейін сен қорқа бастадым, мен пока ол жас қой, қызғаныш басқа біреуге кетіп қалама деп. Оның әлі ол өліп қалама, бір нәрсе болып қалама деген әлі қорқынышы жоқ. Бірақ та біреуге кетіп қалса мен тастап кетеді ғой, айырылып қалам ба? Ал екі әжесі күйеулерінен айырылып қалды ғой. Сонда мен соны көрсеттім. Міне сол вот ол үндемей жатқан программа, күйеуге шығып еді, оның дәрежесі өзгерді ғой. Ол қыз болған. Ал әжелері әйелі болып, әйел статусында айырылды ғой. Мына қыздың статусы өзгергенде, теперь она стала женой, әйел болғанда, эти программы автоматически запускаются. Вот о чем смысл тұқым қуалаушылықтың мағынасы. Родовой программаны, они автоматически начинают запускаться. Бірақ негізі өзіңнің тегің, атаң, әжең ләж болса, ар жағындағы атаң мен әжеңнің да тағдырын білген дұрыс қой. Білген. Арғы аталарымыздың, әжелеріміздің тағдырларын, өмірлерін, оқиғаларын тыңдағанда адам өз-өзін тани бастайды. Сол керемет қой. Адам өз-өзін тани бастайды. Қасы мен мына мінезім анаған тартқан, мынаған тартқан. Өз-өзін адам түсіне бастайды. Өз-өзін түсінген адам бәрін де түсінеді. Күйеуінде, әйелінде, әке-шешесінде, ата-анасында, бастығында, билікте де, қоғамда бәрін түсінеді. Ол өз-өзін кейін билей алады. Негізі біз анау бір психологиядан барып іздейміз, оған қаншама жылдар кетіп жатыр. Уақыт кетіп жатыр. Ресурс, ақшалай ресурс, уақыттық ресурс. Ойынша психологтарда вообще генетикаға кішкене, наверное. Ал егер өзіңнің барып тегіңді бір қарап, шежіреңді барып бір қарап, атаңның, әжеңнің тағдырын бір қарап, бір тыңдап, бір естісең, өзіңнің тағдырыңа бір, анау айтады ғой, жалпы жоғарыдан бір хеликоптер вью дейді ғой. Яғни бір картинаны көруге болады. Сосын кейін тегін ресурстары көп қой. Ресурстары көп. Біз бағынымен көбінесе жағымды, жағымсыз, тиімсіз бағдарламалар айтты ғой, бірақ та текті ресурс көп. Мысалы, біреудің атасы отан соғыс кезінде Берлинға деген жеткен, аман есен оралған. Біз оны образ ретінде қалай? Атаңыз мақсатына жетті. О кезде Совет өкіметі қандай мақсат қойды? Жеңу керек фашизмді. О кісі жетті. Сондықтан сізде мақсатына, әрбір қойған мақсатыңызға жете аласыз. Адамға ол рух береді. Мысалы, әжелеріміз жұмыс істеді, анда болды, біреу білімді болды, біреу ақылды болды, біреу дінде, біреу қари болды. Міне Өзбекстанда ата-бабалары қари болды, 5 немерем бар дейді. Солардың бәрі қари болса деп армандаймын. Сосын мен кішкене тоқтаттым. Тоқтай тұрыңыз.
кішкене біреу болса да шығады, ол тұқымнан ешқайда кетпейді. Соны айтым, немерелеріңізбен сөйлесіңіз, көріңіз, сол көзіне байқап, сонда әйтеу болар бала боғынан дейді ғой. Біреу әйтеу болады, бәрін де қарилыққа енді етпей қойыңыз деп кішкене ақыл бердім. Неге? Сізді түсінем деп. Сондықтан текте қаншама күш қасиет, қандай мықты ресурстар, қандай сондай мінез құлықтар жатыр. Соны адам түсінгенде, менің әжем мынандай болыпты, атам мынандай болды. Біреу бастық болды, біреу бүкіл ауылды билеген, тіпті біздің жесір қалған әжелеріміз да, қандай мықты болған. Бүкіл текті ұрпақты аман есен алып шықты ғой. Негізі біздің халық 20 ғасырда әйелдеріміздің арқасында аман қалды. Себебі репрессияға кеткен, соғысқа кеткен ер азаматтарды бірінші ретте совет өкіметі алып кетіп отқан ғой. Алып кетіп отыр, сонда айтқан ғой. Тұқымды сақтап қал, ұрпақты аман есен алып қал деп, сол әйелге қалдырған. Сондықтан қазір ізденіп жүрген кім? Әйелдер, немерелері. Себебі бұл уже қалыптасқан әдет болып кетті. Мен өзім бәрін шешем, мен өзім бәрін құтқарам. Ол жақсы ма? Жақсылығы да бар, жамандығы да бар. Жақсылығы, әрбір әйел тұлға ретінде әрине жұмыс істеп жүргеннен кейін өзі де шешетін жағдайлар бар. Жамандығы, күйеуін сырып тастайды да, мен өзім дейді. Міне, кеселі сонда жатыр. Баланы бәрін сырып тастайды да, мен өзім дейді. Ер азаматқа ол ұнамайды ғой. Все-таки басшысы, отбасымыздың басшысы, тегіміздің ол ер азамат. Муж голова, жена шея. Елена Рупаевна, уақытымыз таяп қалды. Біздің көрермендерге, біздің тыңдармандарға айтатын бір ақыл кеңесіңіз болса, осы жерде бөліссеңіз, сонымен осы біздің бүгінгі сондай бір тұшымды дейді ғой, әдемі, сондай бір пайдалы әңгімемізді ақырын түйіндесек. Енді түйіндеуге келсек, мен бір арманымды айта кетейін. Бағанадан бері айттық қой, қазақтың басына не өтпеді. 70-80%-дан айырылсақ та аман есен қалдық. Қазір міне сондықтан сол құндылықтарымызды сақтап, жаңғыртып жатырмыз. Тілімізден айырылмайық деп шырылдап жүрміз. Осы жер бетінде мықты халық болайық. Алла тағала соны нәсіп етсін. Бәрімізде ақылды болайық, бір-бірімізді түсініп жүрейік. Менің келесі айтатыным, сондықтан қазір бізді көп шетелден келген бақыттар ақыл үйретеді. Мен оған қарсы емеспін, себебі ол жалпы адамзатқа керекті рухани байлықтар, құндылықтар да бар шығар. Бірақ та кейде ойлаймын, қай кезге дейін бізді бәрі үйрете береді, оқыта береді. Мен сол өзіміздің қазағымыз қандай болғанын түсінгенде, өзімнің ата-бабаларымнан қандай маған күш қуат, қандай рух келгенде, біздің осы тектілік мәдениетімізді, не үшін біз тегімізді білуіміз керек. Бұл жерде ешқандай трайбализм жоқ, бұл жерде ешқандай феодализмнің немелерін жаңғыртуы жоқ. Бұл совсем басқа мағынада, соны біз жер бетіне таратсақ, дүние жүзіне таратсақ, сол біздің жерден сондай әлем қолданатын бір жақсы рухани байлықтар, жақсы немерел тараса деп сондай арманым бар. Ал енді өзімнің көрермендерге айтатын, мен көп өзімнің посттарымды тегінді біл қазағым, тегінді біл балам деп аяқтаймын. Сондықтан айтарым сол себебі тектілік мәдениетіміз бұл біздің ең мықты, ең маңызды рухани байлығымыз, менталды байлығымыз. Сол байлығымызды сақтауымыз керек. Бұл жерде тек қана руын білу емес, бұл жерде үлкен маңызды философия, оның ішіне тәрбие де кіреді, оның ішіне көзқарас та кіреді. Ол үшін қалай өзге мотивация жасау керек. Бұл өмірде мен кім екенмін, сондықтан тегін білген, негізге мен айтам, шетелде, батыста тек қана аристократтар, ханшайымдар, патшалар ғана тегін біледі ғой. Әрбір қазақ және сонымен мақтанады. Аристократ. Әрбір қазақ аристократ, соны ұмытпауымыз керек. Соны толық жаңғыртуымыз керек. Енді айтатын менің ұсынысым, ақылым осы. Барып тектеріңізді біліңіздер, ата-бабаларыңызды
текте байлық жатыр. Байлық жатыр, үлкен байлық, құнды бір байлық, терең байлық жатыр. Жақсы, рахмет сізге. Уақытыңыз үшін рахмет. Әрі қарай сізге тек қана сәттілік тілеймін. Барша қазақ осы өзінің, былайша айтқан кезде, ата бабасын өзінің жаңағы тегін білсін, зерттесін, көрсін, сөйтіп жақсы, жаңағы жарқын болашақта өмір сүрсін. Амин. Сізге де рахмет. Рахмет.